зереге жүкті кезімде түрлі кітаптар оқыдым. Қазақ әдебиетінен, осы қазақтың небір ғалымдарының, ғұламаларының жазып кеткен бізге нұсқаулықтары бар. Солармен таныстым. Соның бірі Мағжан Жұмабаевтың «Педагогика» деген кітабы. Өзі шағын ғана кітап, мен аналарға оқуға кеңес беремін. Бір отырғанда оқып тастайсыздар. Бірақ осының ішінде қазіргі біздің логопедтердің жыр қылып айтып жүргені, немесе түрлі педиатрлардың айтатыны, балаға қандай тамақ берген дұрыс, прикорм бастау дейді ғой, 6 айынан кейінгі. Балаға айтылатын әуендер, оның сезімін, көруін, есту мүшелерін дамыту туралы нақты қысқа осының ішінде айтылған. Мысалға, мына жерде баланың есту сезімін тәрбие қылу дейді. Сонда айтады, балаға қандай болса да дыбысты естіртпей қою дұрыс емес. Бала жанды заттардың, судың сылдырын, жапырақтың, желдің дыбысын, табиғаттың дыбысымен танысу керек. Одан кейін жаңағы әртүрлі жануарлардың, қойдың, сиырдың, жылқының дыбыстары деген секілді. Сосын құлағын зияндан сақтау керек. Баланы қисық, еңкейтіп ұстауға жарамайды деген секілді, баланы қалай ұстау керек, оны қалай ұйықтату керек, қандай әуендер, жырлар айтқан дұрыс. Сосын мінекей баланың есту сезіміне аса көп әсер беретін ол бесік жыры, сол туралы айтылған, естуін қалай дамыту керек деген секілді әсерленуі. Бұл кітапта нұсқаулық секілді, аналарға арналған шағын нұсқаулық секілді. Сүт, мысалға, қазір балалар смес ішіп өседі ғой, қандай сүт берген дұрыс. Одан кейін етті тағамдар, солардың барлығы туралы мынаның ішінде қысқада нұсқа әдемі мысалдармен келтірілген. Осы кітапты оқу арқылы мен өзіме көп нәрселер түйдім десем болады. Сонда жаңа айттыңыз ғой, бала ұйықтағалы жатқан кезде қабылдау қабілеті жоғары болады деп. Иә, баланың ұйқы андай альфа состояние деп айтады ғой, баланың миға қатысты да бірнеше жаңағы кітаптарды оқығам. Сол кезде енді ұйқыға кетіп бара жатқан кезде альфа состояние деп айтады. Біз мысалы бала кезімізде өзіміз армандап ұйықтаған, түрлі нәрселерді елестетіп ұйықтаған жақсы көретінбіз. Сол секілді баланың да миы ұйқыға кетіп бара жатқан кезде оның не қабылдайды, не естиді, оның санасына бейсаналы түрде жазыла береді деген секілді. Сол кезде сіз егерде даңғырлаған бір әртүрлі әуендерді қосып қоятын болсаңыз, ол баланың ұйқысының сапасына, оның эмоциясына, тұрғаннан кейін оның мазасыз болуына, ата-ана арасындағы байланысқа оның бәрін әсер етеді. Егер анасы өзінің дауысыменен, жанды дауысыменен оған әлди айтатын болса, түрлі әуендерді, жақсы сөздер айтатын болса, балам осындай болсын деген секілді тілектер өзі құрастырып, қара өлең дейді ғой, сондай құрастырып айтатын болса, бала мен ана арасындағы байланыс күшейеді. Ол баланың миына жазылады, оның сөйлеу қабілетіне, тілінің шығуына әсер етеді. Балада жақсы эмоциялар қалыптасады, оның қиялы ұшқыр болады, мейірімді болады. Қазақтың әлдида бесік жырларының барлығы тұнып тұрған балаға тілек, жақсылық тілеу ғой, ол жақсы сөз жарым ырыс дейді, ол баланың болашағына да әсер етеді. Соған мен соған іштей сенемін. Сол себепті зереге бір емес, мен 10 шақты бесік жырын жаттадым. Түрлі, мына әлдиден эпосқа деген бар, осының ішінде жаңағы біздің Қаныш Сәтбаевтың тыңдаған бесік жырлары, Маңғыстаудың бесік жырлары, түрлі бесік жырлары бар. Бұдан бөлек мен интернетте ақтарып отырып, қыз балаға арналған бесік жырлары, мысалға Фатима анамдай арлы бол, Қадиша анамдай бағым бол деген секілді түрлі бесік жырларын жаттадым. Әдейі қыз балаға арналған мағыналы, мәнді, оны әндетіп емес, тақпақ қылып та оқимын. Оны айтып отырған кезде өзім іштей бар мейірімді төгуге тырысамын. Бала ырғақты, әуенді, әртүрлі зерттеу жұмыстары бар. Америкалық ғалымдардың әуен, ырғақты тыңдап өскен балалардың, ұйқасты тыңдап өскен балалардың тілдік сөздік қоры көп болады. Сосын олар эмоцияға, жаңағы эмпатиялық қабілеттерге бейім болады. Баланың тілінің, сөйлеуінің мәнерлі шығуына көмектесетіндігі туралы айтылған. Сондықтан не айтасыз, аузыңыздан қандай сөз шығады, қандай айтып отырсыз, сөз айтып отырсыз балаға. Біз ана бесік жырлары бар, тауып алдым даладан, далада бала жатпайды, түсіп қалған шанадан деген секілді емес. Бізде әдемі қалай қырандай болғай қырағы, қияда болған тұрағы, тақымыңа қысқаның жылқының болсын пырағы деген секілді әдемі керемет сөздерді айтып балаңызға соны жастайынан сіңіре берсеңіз дұрыс. Иә, енді сіз баланы тамақтандыру керек болса, мысалы қазір көптеген аналар қоспамен тамақтандырады. Ол енді әрине өзінің денсаулығын ойламайды деген сияқты. Бұған ойыңыз қандай? Иә, баланың сосын тек қана кітап оқып, тек қана жыр айтып или тақпақ айту арқылы баланы тілін сөйлетем, дамытам емес. Сонымен қатар баланың не ішеді, не жейді, ол да әсер етеді.
қазір түрлі жаңа агуша деген бар, пюрелер бар, неше түрлі тәтті тағамдар, яғни оңай тез берілетін, баланың жағының қалыптасуына зиян келтіретін. Бізде не істейді? Сүйекті, мүжіді, құртты, сорды, неше түрлі сондай баланың жақ қызметінің дамуына, тісінің дамуына пайдалы нәрселер болған. Қазір олар керісінше бізде ұмытылып бара жатыр. Оның орнына барлығын езгілеп, тәтті түрлі тағамдар береді. Ол ішек құрылысының барлығына әсер етеді. Көп тәтті кола, чипс, сок, неше түрлі нәрсе ішкен баланың зейіні де төмен болады. Не ішеді, сол да баланың тіліне әсер етеді. Зейіні төмен, ашушаң, потом одан кейін бізде жаңа бір нәрсеге тұрақтап отыра алмайды. Ата-аналар көбісі айтады, балам 5 минуттан 2 минуттан артық отырмайды, кітапты лақтырады дейді. Күнделікті не тамақ жейді? Печенье, сухой заттарды, сондай нәрселерді жейді. Сондықтан баланың не ішіп жатыр, қандай құнарлы тамақ, дәруменге бай тамақ беретін болса, оның өзі баланың жан дүниесінің қалыптасуына әсер етеді. Адам не жейді, содан тұрады деген секілді ғой. Сіз не ішіп, не жейді, балаңыз соған да сақ болуыңыз қажет. Ал балаңыз енді сіз қазір 1,5 жаста, Аллаға шүкір, көз тимесін, тілі шығып қойған екен. Мына алдыңызда тұрған кітаптағы бүкіл жан-жануарларды барлығын айтып береді екен, бұған қалай үйреттіңіз? Жалпы негізінен ата-аналардың көпшілігі менен де сұрайды жазған кездерде, қандай кітап оқытып жатырсыз, не үйретесіз, қалай үйреттіңіз деген секілді. Енді әртүрлі тәсілдерді байқап көрдім, балам неге қызығады, соған байланысты. Мен енді кішкентайында басында әртүрлі карточкаларды көрсеттім. Орыс тілді болды олар. Мынадай секілді мысалға алып, әртүрлі нелерден, инстаграмнан, бірдеңелерден тауып аламын да, соларды сатып алып көрсеткен болатын. Бірақ оның мазмұны сәл ұнамады. Көбінесе жаңа орыстардың жасағаны шошқа арқылы түсіндіреді. Сосын суреттері қалай айтады, жанды емес, мультик секілді. Солар ұнамағандықтан қазір дамыған заман, жаңағы жасанды интеллект бар, соларды пайдалану арқылы мен қызыма өзім карточкалар жасадым. Мен 1 жасында жасадым. Мен өзім жасадым. Осы жасанды интеллектті пайдалана отырып, мыналарды зерттеп, мынау жаңағы түрлі ғалымдар Глен Доманның әдісімен жасалған, Монтессори әдісімен жасалған деген секілді карточкалар бар. Соларды мен зерттеп, соны қазақилыққа, бұл басқа ұлттардың, басқа ненің жасаған нәрселері біздің балаларға қабылдауға, әркім өзінің салт дәстүріне бейімдеп, кішкене өзінің ұлтына бейімдеп өзгерткені дұрыс. Сондықтан мен мыналарды өзім жасадым. Мысалға керекті тісін жуу, бетін жууға қатысты қазақы сөздерменен тәрбие беретін, әкені сыйлау, қолға су құю, бата оқу деген секілді. Сосын кейбір біздің қазақшаға аударған енді мына карточкаларды, бірақ ол жерде көп сөздерді, мысалға үйрек кря-кря дейді, жылқы иго-го дейді деген секілді. Біздің қазақ балаларын, тілі шығып жатқан балалардың барлығы солай айтады негізінен. Бірақ бізде қазақтар өйтіп үйрек кря-кря дейді деп емес, үйрек барқылдайды, барқ-барқ деген секілді. Ат кісінейді деген кезде басқа дыбыстармен түсіндіреміз ғой. Сондықтан мен солардың барлығын өзгерттім. Осындай мінекей қазақы тәрбиеде бесік, бөпе деген секілді қазақы мынадай құстарға ұя жасау, мінекей әкенің қолына су құю деген секілді біздің кішке тәрбиеге бейімдейтіндей мінекей үйрек барқ-барқ. Сосын суреттерін, жан-жануарлардың суреттерін шынайы қылуға тырыстым. Мінекей әженің қалай мейірімділігін көрсетуге, одан кейін тақпақтар жасадым. Мына тақпақтарды оқып отырып айтып беремін, одан кейін өзім жатталып қалды, балаға соны жаттатып айтамын. Қызым қазір маған қосылып, енді ол сөздерден де өйтіп айтпайды, әлі екі сөздің басын қосу жаймен деп осы 1,5 жасынан кейін қалыптасады. Әзірге сөздер жеке-жеке айтады. Мына суреттердің барлығын айтады, түсіндіреді, көрсетеді. Тақпақты ата-аналар жазады. Сонда тілі шықпаса тақпақ айта береміз ба деген секілді. Әрине, ол басында қимыл қозғалыспен бастайды. Ырғақты, ұйқасты сезінеді. Содан кейін барып жаймен біртіндеп қосыла бастайды. Қазір жерімізде аю торшы деген жерлерге маған қосылады. Аю деп. Соның дәл сол мен қалай әуенмен айтамын, сонымен қайталауға тырысады. Сосын мәнді мағыналы тақпақтар, балаға жеңіл тақпақтар, бірден балаға қиын емес, өзі қабылдай алатын. Мен жаңа парақшамда бөлісіп отырамын. Барлығын іздеп мен кейбір ұйқаспаған сөздерді ұйқастыруға тырыстым тақпақтардың. Мәнді мағыналы тақпақ алуға тырысам, балама жеңіл болатындай. Тамаша, мына сіздің өзіңіздің қолыңызбен жасаған дүниеңіз расымен таптырмас екен. Бұны сіз қазір сатылымда бар ма? Мен бұны шығарып сатпаймын. Ата-аналардан сұраныс болғаннан кейін мен бұны PDF форматта бар.
PDF форматта ата-аналарға бір кішкене өзім еңбегім болсын деп 550 теңге деп қойғам. Мына жерде 55 сурет бар. PDF форматында ата-аналарға жіберемін, алады. Енді мен оларға жауап беремін, жазамын, сол еңбегім болсын деген мақсатта арзан бағада қойдым. Бұны алып, шығарып алып, балаларымен жұмыс жасап, нәтижесін көріп, бөлісіп жатқан аналар көп. Тамаша, өте жақсы дүние екен. Мен де сілтемесін қалдырып қойып, маған көрсеңіз, сосын сіздерге хабарласып керек болады деген ойдамын адамдарға. Иә, ал ары қарай нені кітаптарға да келеді. Кітаптар басты. Мен өзім де оқимын кітаптарды. Әкесі де оқиды үйде кітапты. Кешке таман қызым уже үйренген соған. Екеумізге қолымызға телефон ұстап немесе телевизор көрсек, бар кітап әкеп береді. Кім қай кітапты оқып жатыр, соны біледі. Әкесінің кітабын, маған өзім кітабымды әкеп береді. Ортамызға жатып, аш, оқы дегенде көрсетеді. Мен мына жерге жүкті кезімде оқыдым, әлдиден эпосқа дейінгі. Мен осының ішіндегі тақпақтардың көпшілігін жаттадым. Мына жерде әртүрлі жануарға, жеміс-жидекке барлығын арналған тақпақтар бар. Соларды жаттадым, бесік жырлары бар. Енді мына жердегі жыр дастандарды жаттағым келеді. Бұл менің өзімнің оқыған кітаптарым. Енді Зереде кітап өте көп. Мен кітаптардың әртүрлі болғандығын, оның неге қызығады, сол кітап таңдаған кезде өте мұқият болу керек ата-аналарда. Қазір түрлі кітаптар бар, қолжетімді, интернеттен заказ беру арқылы, сіздер тапсырыс беру арқылы да. Қолжетімді ізденген адам табады. Қазақша не бір күшті кітаптар шыққан, барлығын аудармалар шыққан. Енді анадам ұсынды екен, мынау ұсынды екен деп көрсеқызарлықпен барлығын ала беруге болмайды. Кітапқа да сақ болып қарап алу керек. Мен кітап таңдаған кезде қараймын, ішінде бір реттік кітаптар болады. Бір-екі көрсетесің, одан кейін балаға қызықсыз, сюжеті, суреттері бір типті қайталана беретін, ондай қатты сөзі жоқ кітаптар болады. Ондайларды алудан шамалы аулақпын. Ішінде көбірек мән мағынасы бар, үйретері көп рет пайдаланатындай кітаптар алуға тырысамын. Орысша кітап болғанмен бұны мен қазақшаға аударып түсіндіремін. Мынаның ішіндегі әдемі суреттер, жаттығулар, аналарға барлық инструкция жазылған, қалай қолдану керек деген секілді. Осы кітапты Зере көп пайдаланады 1 жастан кейінгі. Сосын өзіміздің қазақ қызының шығарған кітабы Төленбекова Маржан дейді, орман тұрғындары, қазақша. Біздің санамызға сіңіп қалған аю, үкі, бақа туралы тақпақтары бар. Суреттері де жақсы. Тактильный дейді балаға, жаңағыдай указательный палецті дамытуға арналған. Осы кітаптарды жақсы оқиды. Мынадай әдемі әрқашан қасыңда боламын дейтін, ана мен бала арасындағы байланысты күшейтетін наны Зере өте жақсы көреді. Суреттерін әңгімелегенді, осы жерде не көрсетті, барлығын айтып отырады бірге. Одан кейін түстер деген кітап, мынау қазір бастадық біз түстерді үйреніп. Әзірге толық ажырата алмайды, бірақ көз үйренген түс бойынша өз заттарды бөле алады, анықтай алады. Пазл құрастырған кезде мысалы түс пен түсті қосуға тырысады. Мына жерде сөздер, қаншама сөз бар. Түс емес, баланың көзін жаттықтыратындай, сонымен қатар сөздер де бар. Осындай кітап, көп ретті қолданатын кітаптарды, құшақ деген сондай жылы сезім сыйлайтын, ішіндегі әңгімелейтін әңгімесі де көп. Зеренің ең алғашқы кітабы, енді басында мен өзім қызығып алғам, әлімге дейін пайдаланамыз. Суреттері жарқын, сосын айтатын әңгімелері көп. Өзіңіз фантазияңызды қосып отырып, балаға бұны түсіндіріп айта беруге болады. Зереде кітап сөресі бар, өзінің бойы жететін жерде тұрады. Ұйқыдан таңертең тұра салған бойда сол кітаптарға алады. Мен төсек жинаған кезде, үй жинап жатқан кезде соны алып жерде отырып қарап отырады. Бірақ мен үнемі көңіл аударып жүремін. Бірден түсінбей жатса, сұрап жатса, соны айтуға. Ата-аналар сұрайды, қанша уақыт білесіз, қанша оқытқан дұрыс деген секілді. Ондай бір нақты бір уақыт жоқ. Күніне 10 минут қана бөліңіз, или 15 минут бөлсеңіз, бала жақсы сөйлеп кетеді деген жоқ. Қаншалықты бере аласыз, қаншалықты қолыңыз бос, соншалықты жұмыс жасаған дұрыс, үйреткен дұрыс.